үшін оқытамыз және не себепті? 21 ғасырдың әрбір дағдысын меңгеру үшін бүкіл оқушыларда пән бойынша академиялық білімнің болуы талап етіледі. Не себепті? Пән бойынша терең академиялық білімнің арқасында білім алушылар сын тұрғысынан ойланып, басқалармен тиімді қарым-қатынас жасай алады. Табысқа жету үшін шығармашылық және жаңашылдықта шығармашылық ойлау мен инновацияларды қолдануымыз қажет. Сын тұрғысынан ойлау және проблемаларды шешуде дұрыс пайым жасау, жүйелі ойлау, қорытынды жасау және шешім қабылдау және проблемаларды шешу қажет. Қарым-қатынас және ынтымақтастықта түсінікті қарым-қатынас жасау және басқалармен ынтымақтастық жасау қажет. Не үшін оқытамыз және қалай оқытамыз? Ауқымды зерттеу жүргізу арқылы оқушылардың үлгеріміне ықпалы зор әдіс-тәсілдер: белсенді оқу, оқыту сапасы, сенімін нығайту және кері байланыс. Белсенді сабақтағы мұғалім мен оқушының арасындағы іс-әрекеттерге оқу үдерісі өзінің табиғаты бойынша ойлаудан тұруы керек және ми құрылымында өзгеріс туғызуға жетелеуге тиіс. Ми неғұрлым белсенді жұмыс істеген сайын оқу үдерісі соғұрлым қарқынды жүзеге асады. Белсенді сабақ табысты сабақтың алғы шарттарының бірі болып табылады. Яғни белсенді сабақты жоспарлау неден басталады? Мұғалім алдымен сабақты жоспарлайды. Оқу мақсаттарын таңдау, сабақ тақырыбын анықтау, сабақ мақсатын белгілеу, яғни таңдап алынған оқу мақсаттарына сәйкес бағалау критерийлерін дайындау, сабақ тақырыбы, мақсаттары және бағалау критерийлері белгіленгеннен кейін сабақ жоспарын жасауға кірісу, яғни сабақ жоспарының үлгісін пайдалану. Сабақ жоспарына және ресурстарға сүйене отырып сабақты жоспарлау, оқушылардың сабақтағы іс-әрекетін сабақтың алға қойылған мақсатына қол жеткізетіндей етіп жоспарлау, оқушылар үшін бағалау критерийлері туралы қорытынды жасайтындай тапсырмалар дайындау, дескрипторлар әзірлеу және тағы басқалар. Сабақтың құрылымы. Қазіргі кезде белсенді сабақ ұйымдастыруда Дэвид Колбтың ұсынған схемасы кеңінен қолданыс табуда. Яғни 10% уәж туындату, оқушыларды сабаққа ынталандыру және тақырыпты жариялау, 20% үлесі өткен тақырыпты бекіту, 50% үлесі жаңа материалды игеру, 10% үлесі бағалау және 10% үлесі сабақты қорытындылауға кетеді. Сабақтың мазмұнды кезеңдеріне түсініктеме беретін болсақ, уәж туындату бұл сабақтың бастапқы кезеңі болып табылады. Яғни оқушылардың зейінін сабаққа шоғырландыру, қызықтыру және сабақта үйренетін білімнің қажетті және пайдалы болатынын көрсету. Оқушылардың ішкі уәжі олардың оқу материалын жақсы игеруіне тікелей әсер етеді. Бұл кезеңде оқу мақсатын оқушылардың түсінуіне жағдай жасалады. Ары қарай бекіту, қызығушылық және материалды меңгерудің тиімділігін көтерумен қатар, оқушылардың санасында пән бойынша оның білімін бірізді логикалық құрылымның қалыптасуына мүмкіндік беретін маңызды кезең. Жаңа материалды игеру. Оқушылар жаңа білім алатын негізгі кезең. Бұл кезеңде мұғалім оқушылардың қажетті білім, білік, дағдыларды игеруін қамтамасыз ететін жаттығулар мен тапсырмалар дайындау керек. Бағалау. Сабақтың маңызды ынталандырушы бөлімі. Бағалау икемді, көрнекті және әділ болу керек. Осындай жағдайда ғана бағалау арқылы оқушылар сабаққа қызығушылығын арттыруға болады. Бағалаудың дұрыс болмауы оқушылардың пәнге қызығушылығын жойып, оқуға ынтасының төмендеуіне әкелуі мүмкін. Ары қарай сабақты қорытындылау, кері байланыс алу сабақтың соңғы кезеңі. Мұнда мұғалім оқушыларға сабақта не ұнағаны және ұнамағанын сұрайды. Сабақ бойынша оқушылардың ұсыныстарын жинайды және сабақты қорытып, игерген білімді оқушылардың әрі қарай өз бетінше тереңдетуіне бағыттайды. Сабақтың ерекшелігіне байланысты кезеңдерге бөлінген уақытты мұғалім өз шеберлігіне байланысты өзгертуі мүмкін. Бірақ осы кезге дейін жинақталған тәжірибе берілген үлгінің тиімді екенін көрсетеді. Бұл модель сабақта әдетте қолданатын 3 кезеңмен үйлеседі. Бірінші кезең уәждеу, екінші кезең жаңа материалды меңгеру, үшінші кезең бағалау және сабақты қорытындылау. Енді сабақты қалай бақылаймыз? Яғни жоспарлауда сабақ мақсатының, тілдік мақсаттардың дұрыс анықталуы, бағалау критерийлерінің белгіленуі,
оқыту әдістерінің тиімді таңдалуы, оқушылардың сабақта жұмыс істеу түрі, оқу үлгілерінің үйлесімділігі, бағалауға арналған тапсырмалардың тиімді таңдалуы, үйге берілген тапсырмалардың жан-жақты дайындалуы, саралау тапсырмаларының дайындалуы, бақылау, бағалау түрлерінің анықтығы, сабақты қорытындылауға қажетті сұрақтардың дайындалуы. Сәтті сабаққа қойылатын талаптар бұл жеке сабақтың тізбектелген сабақтар топтамасындағы маңызы мен орнын белгілеу, оқу мақсаттары және оған жету қадамдарының нақты анықталуы, оқу бағдарламасының талаптары мен сабақтың мақсатына сәйкес мазмұнды сабақтың болуы, сабақтың жекелеген кезеңдеріне сондай-ақ бүкіл сабақ бойында оқушылардың меңгерген білік дағдылары мен білім деңгейлерінің жоспарлануы, оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастырып дамытуға негізделген оқу құралдары мен әдіс тәсілдерінің тиімді түрлерін талдау, оқушының жеке жұмысы мен бірлескен оқу үлгілерінің тиімді қолданылуы, оқушының өз бетінше білімді игеруіне барлық мүмкіндіктің қарастырылуы, оқушының мүмкіндіктері мен қажеттілігінің ескерілуі, табысты оқу ортасын қалыптастыру, жедел кері байланыстың жүзеге асыруы, қарқын және белсенді үдерістің болуы, эмоциялық көңіл күйдің болуы және сабақта қауіпсіз ортаның жағымды психологиялық ахуал орнату сәтті сабаққа қойылатын талаптар болып табылады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.